Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Сіздермен бірге мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогика кафедрасының аға оқытушысы, филология ғылымдарының кандидаты Танабаева Гүлмира Төлебаевна. Сіздерге мектеп жасына дейінгі балаға әдебиеттік білім беру пәнінен дәріс оқимын. Бүгін бізде 7-ші лекция. 7-ші лекцияның тақырыбы бала қиялын, ой-өрісін дамытуда жұмбақтардың орны. Осы тақырып аясында біз төмендегі мәселелерді қарастырамыз. Бірінші, қазақ жұмбағының жиналуы, жариялануы және зерттелу тарихы. Екінші мәселе, жұмбақтардың тақырыптық ерекшелігі. Үшінші мәселе, бала қиялын, ой-өрісін дамытуда жұмбақтардың орны. Халықтық шығармалар ішінде балалар ауыз әдебиетінен үлкен орын алатыны жұмбақтар. Жұмбақтар және оның шешімін айту баланың ақыл ойын дамытып, шынықтыра түседі. Ойлауға, ойлаған ісінің үдесіне шығаруға жаттықтырады. Жұмбақтардың шешімін табу баланың зейінін, ықыласын арттырады. Әр нәрсенің себебін іздестіріп табуға дағдыландырады. Жұмбақтардың құпиясы баланы қызықтырып, әсерлендіре түседі, шешімін айтқызуға шақырады. Жұмбақтар балаларға тағы бір пайдалы жағы, бұл баланың тек қана ой-өрісін, дүние танымын таныстырып қана қоймай, сонымен қатар баланың әлемді тануға, өмірді тануға үйретеді. Айнала төңіректе болып жатқан түрлі құбылысқа зер салуға, соның себебін іздестіруге үйретеді. Қайнаған өмірге арпалысып кетуге қол бұлғайды, яғни баланың әлеуметтік дағдысында қалыптастыруға көмектеседі. Осындай өзгешеліктер шешімін табуға пысықтайды. Алғаш жұмбақтың шешімін табуға тырысады. Соның соңынан оның қиын сырын тауып жаттығады. Өзі де көрген білгенін жұмбақ етіп айтуға, сол арқылы өз құрдастарынан қабілеттілігін, олардан басымдығын көрсетуге талпынып, баланы бәсекелестікке де дағдыландырады десек болады. Қазақ жұмбақтарының жалпы жиналу уақыты бұл 19 ғасырдың аясы. Ең алғаш жинаған бұл Шоқан Уәлиханов хатқа түсірген 20 шумақ өлең жұмбақ Санкт-Петербург мұрағатында сақтаулы. Жұмбақтар алғаш рет Әлкей Марғұлан назарына да іліккен. 1992 жылы Ана тілі газетінде жарияланған. Сонымен қатар жұмбақтарды Ыбырай Алтынсарин да хатқа түсірген, өзінің еңбектерінде, өзінің педагогикалық қызметтерінде шебер пайдалана білген. Әбубәкір Диваевта қазақ халқының көл-көсір фольклорлық туындыларының арасында жұмбақтың ерекше бала тәрбиесіндегі орнын атап өткен. Бұл жұмбақтардың көпшілігін ол 1880-90 жылдары Шымкент уезі Ноғай Қара болысының тұрғыны Ақынбековтың айтуымен хатқа түсірген. Диваев өзі жинаған 15 жұмбақты Сырдария жинағында орыс тіліне аударып жариялаған. Диваев жұмбақтағы кейбір түсініксіз деп түсінген сөздерді орыс тілінде қосымша түсінік берген. Қазақтың біртуар азаматы, ұлт ұстазы, көрнекті ағартушы Байтұрсыновта жұмбақты қазақ ауыз әдебиетінің бір жанр ретінде қарастырыла кетіп, былай пікір білдіреді. Жұмбақ деген аты жұмудан шыққан. Яғни қолдың ішінде бір нәрсені жасырып, жұмып тұрып, соны тап дегеннен шыққан. Жұмбақты әр нәрсені қолға жұмып тұрып таптырмайды. Ойды бүгіп, айтпай қойып, сол нәрсеге ұсақ нәрселерді сипаттап айтып, ұқсастығы бойынша таптырады. Жұмбақ зейінді ұзартуға пайдасы бар
нәрсе деген. Яғни баланы тәрбиелеуде, баланың тілін ұстартуда, баланың сөздік қорын кеңейтуде жұмбақтың алар орны ерекше болып табылады. Және де мектепке дейінгі әдебиеттік білім берудегі де негізгі қызметі осы болып табылады. Алайда ғалымның жұмбақ сөзінің төркінін түсіндірген пікірінен басқа да пікірлер бар екен. Және де ол туралы көптеген теоретик ғалымдар да пікір білдірген. Байтұрсынов одан әрі жұмбақтың бейнелеу құралдарына да тоқталып өткен. Сонымен қатар Алаштың біртуар азаматтарының бірі Жүсіпбек Аймауытов та халқымыздың уақыт, жаратылыс, киім-кешек, мал жайындағы бір топ жұмбақтарын Көк өгіз атты жұмбақ ертегісін жариялаған. Мұхтар Әуезов 1940 жылдардың өзінде ақ жалпы жұмбақты сөз образының кілті есебінде тануға болады. Жұмбақ ақындықтың ұрығы дәні тәрізді. Бұл жақтарын тексеріп тану да ғылыми міндет деп, оның көркемдік құнарлығына, бейнелігіне үңілу қажеттігін айтқанымен, күні бүгінге дейін әлі де жұмбақты тағы да тереңнен қарастыру қажет. Өйткені жұмбақ тек қана көркем сөз, ой, дүниетаным емес, сонымен қатар бұл біздің мәдени мұрамыз, құндылығымыз болып табылады. Мараш Әбжанова қазақ халқының жұмбақтары атты кітабында жұмбақтың тарихи даму жолдары және басқа да жанрлармен ара қатынасы тақырыбы мазмұнын қарастырған. Ғалым жұмбақтардың құрылысы, айтылу, жасалу жолдарына қарай мынандай топқа бөліп қарастырған. Бірінші бұл қара сөзбен айтылатын жұмбақтар. Екінші жұмбақ ертегілер. Үшінші өлеңмен айтылатын жұмбақ ертегілер. Жұмбақ айтыстар. Жұмбақпен айтылатын шешендік сөздер. Диалогқа құрылған сұрау жауап түріндегі жұмбақтар. Есеп жұмбақтар деп топтастырған. Ал Жаңыл Адамбаеваның қазақ жұмбақтарының әдеби стилистикалық және тілдік ерекшеліктері атты тақырыбында қорғаған филология ғылымдарының кандидаттық диссертациясында қазақ жұмбақтарының өзіндік бір ерекшеліктеріне кеңінен тоқталған. Жалпы қазақ жұмбақтарының мазмұны жағынан қарағанда өзге де көп халықтар сияқты бірнеше үлкен тақырыптарға бөлуге болады. Ол бірінші жұмбақтардың барлығы бұл табиғат құбылыстары, яғни жаратылыс туралы айтылатын жұмбақтар. Ал екінші түрі бұл екінші тақырып жұмбақтарда аса көп кездесетін нәрсе, бұл адамның мүшелері, адам және де оның қасиеттері айтылады. Ал үшінші тақырып бұл жасанды зат, яғни балаға белгілі бір заттарды түсіндіру үшін, балаларға белгілі бір заттардың өзіндік ерекшеліктерін, қолдану қасиеттерін ұғындыру үшін біз жасанды заттарды да жасырамыз. Сонымен қатар жұмбақта көбінесе оқу, білім тақырыбы, сонымен қатар еңбек тақырыптарда көптеп кездеседі. Яғни мектепке дейінгі балаларға көбінше осы тақырып аясында жұмбақтар жасырылып айтылып жатады. Жалпы мысалға біз жер табиғат туралы, яғни балаға біз жаратылыс туралы тақырыптарды ашар болсақ, ол мысалға жыл мезгілдері, жер табиғат туралы айтсақ болады. Мысалы, жылт-жылт еткен жырдан өткен. Бұл яғни өзен болып тұр. Қанаты жоқ ұшады, аяғы жоқ қашады. Яғни бұл да жаратылыс табиғат құбылыстары. Мамықтай ұлпа, қанттай ақ, қыста жер бетінде басады, жазда сайға қашады. Яғни осылай балаларға жұмбақтардың өзіндік жас ерекшелігіне қарай көркемдік құрылысы жағынан, тақырыбы жағынан балаларға жіктеп ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде пайдалануға болады. Жұмбақтар
жұмбақтар көбінесе ауыз әдебиетінде бұл мереке сауық үстінде ғана айтылған, және тек ол кезде ғана айтылмайды. Ол тек ой шығармасы түрінде айтылады. Айталық бір кезде даналықты, кемеңгерлікті жұмбақпен сынау бұл ауыз әдебиетінде көптеп кездеседі, біздің мұраларымызда. Оның ішінде шешен, дана болатын жігітті сынау елдің ескі әдеттерінің бірі. Болмаса жар таңдағандағы сұлу бойжеткендердің жігіттерді жұмбақ арқылы сынаған. Тым алысқа бармай-ақ, жұмбақтың шешімін қиындатпай-ақ, тіпті баланың өз мүшелері бойынша, яғни дене құрылысындағы қолы, аяғы, көзі, мүшелерінің өзіндік ерекшеліктерін таныту бойынша қарастырып жасырсақ болады. Яғни балалар жас ерекшелігіне қарай кейде оны таппай да жатады. Сол кезде біз өзіндік бір ой тастап айтуға болады. Мысалы, қатар тас қойдым, жирен атты бос қойдым. Яғни бұл тіс пен тіл болып табылады. Алайда бала кейде таппай жатса, осыған бір өзіндік ой тастайды балаға. Яғни тіс дегеніміз қатар тұрады екен деп өзіндік бір ой қалыптасып, ол тістің және ауыз қуысының өзіндік ерекшеліктерін түсінеді. Олардың өмірден көрген, білгенін, жалпы өз тәжірибесінде өткізгенін осы жұмбақтар негізінде түсініп отырады. Енді жұмбақтардың біз мектеп жасына дейінгі балалардың қызметіне келер болсақ, жұмбақтар ең алдыменен бұл балалардың ой, ақыл ойын, ой өрісін, дүние танымын кеңейтеді. Балалардың жұмбақ арқылы тапқырлыққа, шешендікке, ойының жүйріктігіне дағдыландырамыз. Екіншіден, жұмбақтардың қызметі балалардың жаңа сөздермен танысады, яғни балалардың сөздік қоры кеңейеді. Сонымен қатар жұмбақтар өзінің көркемдігі жағынан, өзінің көркемдегіш құралдары жағынан балаларға эстетикалық тәрбие береді десек болады. Жұмбақтың балаларға тағы бір пайдалы жағы өз бойындағы құпияны шештіру, айтқызу арқылы оларға өмір танытады. Ат басты, арқар мүйізді, бөрі кеуделі, бөкен санды деп те айтылатын жұмбақтар бар. Жұмбақталған заттың барлық сипаты атқа, арқарға, бөріге, бөкенге де баланып айтылып жатыр. Осы сипаттың барлығы да бір нәрседен болуға тиісті. Бала көп нәрсені көз алдына елестетіп, еске түсіреді, ойланады. Көп затта бар ұқсастықтарды, осы ерекшеліктерді бір нәрседен ғана табуға болады. Оның жұмбақталған құпиясы осында деп біледі, ізденеді. Ұзақ ойланып, көп толғанған соң ғана осы өзгешеліктердің, осы тұлғалардың бәрі де жалғыз ғана шегірткеден табылғанына таң қалады. Жалпы қорыта айтқанда, жұмбақ балалардың ойлау қабілеттілігін арттыра түсумен бірге, олардың көрген білген нәрселерінің бәріне де ой жүгіртіп, себептерін, өзгешеліктерін айырып, ұқсастықтарын салыстырып, оны сондай екінші бір затқа теңеп отыратындай шеберлікке үйрету үшін қолданылған халықтың шебер тапқыштық құралы болғанын білеміз. Бала тәрбиелеуде халықтың тапқырлығы мен даналығын осындай ерекшеліктерден, оның ғасырлар бойы жинаған әдеби мұрасынан көрінеді. Жалпы жұмбақтар бұл мектепке дейінгі ұйымдағы балалардың коммуникативтік дағдыларын қалыптастырудағы негізгі халық ауыз әдебиетінің жанрларының бірі болып табылады. Ол тек қана баланың коммуникативтік дағдыларын ғана емес, сонымен қатар баланың танымдық, әлеуметтік, эмоционалдық дағдыларын да дамытады. Өйткені бала жұмбақты құрдастарымен табу арқылы және жасыру арқылы оған керемет шаттық, көңіл күй сыйлайды. Енді осы тақырып аясында біз Шеген Ахметовтың оқулығын, Мұхтар Әуезовтің әдебиет тарихын, Қоңыратбаевтың қазақ әдебиетінің тарихын, сонымен қатар Мәлік Ғабдуллиннің қазақ халық ауыз әдебиетін
пайдалануға болады. Ал құрметті студенттер, назар салып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Осымен біздің 7-ші лекциямыз аяқталды.